Балалар, бүгінгі сабағымыз дене шынықтыру пәнінен 4-ші сынып. Қарым-қатынас орнату үшін ойындар бөлімі. Сабақ тақырыбы допты игеру дағдыларын дамыту. Балалар, допты игеру дағдылары туралы қысқаша бейнебаян тамашалайық. Бұл жаттығу допты жоғарыдан беріп, төменнен алу, ал бұл жерде допты жерден итеру. Мына жерде екі оқушы бір-біріне допты лақтырып жатыр. Ал мына жерде допты қабырғаға лақтыру. Допты жерден бір-біріне қолмен итеру. Допты жоғарыдан беріп, жоғарыдан алып, төменнен жіберу, аяқтың ортасынан. Тағы да допты бір-біріне лақтыру. Сонымен балалар, мынау допты игеру дағдылары. Иә, балалар, біз жаңа ғана допты игеру дағдыларын көрдік. Тағы да осы тамашалаған допты игеру дағдыларын үйде жасап көрейік. Үйде ініңмен, әпкеңмен, ағаңмен, немесе қарындасыңмен, немесе сіңліңмен осы допты игеру дағдыларын жасап көріңдер. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс. Балалар, сендер тағы басқа қандай допты игеру дағдыларын білесіңдер? Соны жазып қойыңдаршы. Дәптерімізге доптың басқа да білетін игеру дағдыларын жазып қояйық. Сабағымыз аяқталуға шақ қалды. Білім шыны әдісі арқылы сабақты қандай деңгейде түсінгенімізді дәптердің соңына жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.